Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Әке деген атауды айтып көрмеген бүйгүнә қыз едім. Балалық шағымды жастықтың астына тыққан, түнімен жылайтын кішкентай қыз болдым. Неге жылайды дейсіздер ғой? Анам мені емес, ағамды жақсы көретін, ал мені ұнатпай шеттетіп кішкентай құл болдым десем де болады. Сөйтсем, ана деп жүрген әйел нағашы әпкем екен. Туған анам басқа жаңа тұрмысқа шығып кеткен. Мүлдем өмірде көрген емеспін. Тек фотодан ғана көргенім болмаса, ал әкемнің кім екенін білмеймін де, танымаймын да. Бұл тек шындықты бой жетіп, үйден қашқанда ғана білдім. Оған дейінгі жылдары нағашы әпкемді туған анам деп сеніп, өйткені түріміз ұқсас болды. Әлі есімде, 9 жастағы бүлдіршін едім. Көрші қыздармен ойнағым келді. Анам, яғни нағашы әпкем, еш уақытта үйден шығуға рұқсат бермейтін, балалармен ойнатқызбайтын, тек ағама ғана ойнауға рұқсат. Мен кішкентай қыз болып үйдің тірлігін жасадым. Күніге 2 рет, кейде 3 рет еден жуамын, ыдыс жуамын. Кішкентай алақандарыммен ағамның киімдерін ысқалап жуамын. Сонда да анамнан ұрыс естіп жылап аламын. Ол маған, қаншығай, неге кірді дұрыс жумадың? Мисыз, күнеге жуып жүрген жұмысыңды неге дұрыс істемейсің деп түгімді қоймай қайта кірді жуғызады. Таңнан кешке дейін үйдің таусылмайтын тірлігі мойнымда. Сосын тамақты да олардан бөлек, яғни олар ішіп болған соң ғана ішемін. Қазанның түбінде бір кеседе тамақ алып қояды. Қарным тойса да, тоймаса да, сол бір кесеге қанағат ететін едім. Көбіне ағамнан қалған тамақты жеу бұйырады. Ол бір тістеген нан, печенье деген секілді тамақтарды мен қорек еттім. Нағашы әпкем ажырасып кеткен, әжеммен бірге тұратын екен. Негізі мені әжем баққан, бірақ мен 3 жасымда қайтыс болған екен. Әттең, әжем тірі болғанда мені бұлай өсірмес еді ғой. Басқа туыстарымды танымаймын. Күндер өтіп жатты. Мен де бой жеткен қыз болдым. Сабақ дегенді мүлдем оқымадым. Бой жеткен шағым еді. Өмірге жаңа қадам басып, айналамдағы қыздар құлпырып, сәнге еліктеп жүргенде мен өзімді өзгеше көретінмін. Шашымды тарап, үстіме таза көйлек кигенмен, ішімде бір ауыр жүк бардай босағаға сүйеніп, үнсіз ойға бататынмын. Себебі мен үшін қыз болып бой жету тек сыртқы келбет емес, ішкі арпалыс, таусылмас күрес еді. Үйдің бар тірлігі маған қарап қалған. Есіктен кірген кісіге шай құюдан бастап, отын жарып, малдың шөбін салуда бәрі менің мойнымда. Нағашы әпкем бір күні жаңа табыс көзін тапты, арақ сату. Әрине күндіз емес. Ауылда дүкендер кешкі 9-ға дейін жұмыс істейді. Ал ауылдың еркектері түннің ортасында да ішкісі келіп, бір бутылке үшін жандарын қоярға жер таппай қиналады. Солардың құтқарушысы әпкем болды. Басында өзі сатты. Үйге бір-бірлеп келетін мас адамдарға ақшасын алып, бөтелкесін беріп, шығарып салатын. Бірде ұйқысын қимай, көп ұзамай маған қарады да, сен сатасың деді бұйыра сөйлеп. Жүрегім шым ете қалды. Мен бе дегім келді, бірақ қарсы шықсам ұрыс сөзден жеңіліс. Сөйтіп амалсыз көндім. Сол күннен бастап менің жас ғұмырым түнгі арақ сатумен жалғасты. Алғашқы түн. Үйдің есігі қағылды. Қолым дірілдеп, қазанның қақпағындай жүрегім тарсылдап тұр. Ашсам беті қып-қызыл болып, көзі сығырайған орта жастағы бір аға тұр. Қызым, бір шелмек берші деп күбірлеп, мен үнсіз барып әпкем қойған жерден бір бөтелкені алып шықтым. Ол ақшасын қолыма тастай салып сыртқа кетті. Бәрі оңай көрінгенмен артымнан ілескен сұмдық басталды. Күндіз күлмейтін ауылдың еркектері түнде біздің есіктен көз жазбайтын болды. Бірі қызым деп жылы сөйлесе, бірі анайы сөздер айтып намысыма тиді. Қолымда бөтелке, жүрегімде қорқыныш, көзімде жас пен талай түндер өтті. Кейбір түндері масайып алған үлкен еркектер сөз айтатын. Оны нағашы әпкеме айтқанда, сорлы қатын, өзің ыржалаң етіп күлгесің да, сосын сөз айтпай қайтеді деп өзіме ұрса бастады. Мен сол кезде түсіндім. Мен қыз болып бой жетсем де тағдырдың құлы екенімді. Қолымды байлап үнімді өшіріп қойғандай, өз өмірім өзіме басқара алмадым. Ал менің түнгі саудам күнде жанып тұрған оттың үстінде жүргенмен тең еді.
Бір күні мен үшін ең ауыр, ең сұмдық оқиға болды. Таңға жақын ауыл үстінде бозамық таңның алғашқы жарығы түсіп келе жатқанда, кенеттен үйдің есігі тарсылдап қағылды. Есікті ашқанда мас күйде көрші ер адам тұр. Ол тікелей маған қарай ұмтылып, жамбасымнан сипалап, қолдары сумаңдап ұстай берді. Сол сәтте бүкіл денем мұздап кеткендей болды. Көз алдым қарауытып, жүрегім тоқтап қалғандай. Қатты айқайлап жібердім. Әпкем жүгіріп келді. Мен ойладым, ол мені құтқарады, жаныма араша түседі деп. Бірақ ол әлгі мас адамды қуып шыққан соң маған шүйлікті. Қанша рет айтсам да тыныш жүр деп маған айқайлады. Сол сәтте менің көзімнен жас ыршып кетті. Сен мені қорғауың керек еді ғой, анашым, мен қызбын ғой дегім келді. Бірақ тілім байланып қалғандай үнсіз қалдым. Жүрегімде бірдеңе үзіліп кеткендей болды. Содан бастап әпкеме деген сенімім өшті. Өмірімнің ең тәтті шақтары уға айналды. Сол күннен кейін қорқынышым еселенсе де әпкем арақ сатуды тоқтатпады. Түн сайын есігімізді тақылдатып, ауыздары сасыған еркектер келетін. Арақ бар ма деп айқайлап тұратын. Кейбірі ақша бермей қашып кетеді. Ал енді біреуі қарыз қалады. Сол қарыз жинау менің міндетім еді. Қолыма кішкентай қағаз дәптерім болатын. Кім қанша алғанын белгілеп қоямын. Бірақ қарызды қайтару үшін барғанда әйелдері мені итше қуып шығатын. Ұятсыз, кішкентай болып арақ сатып, не пайда табасың? Шешең сияқты бұзылғансың сенде. Ұят жоқ сендерде деп қарғап сілейтін. Олардың ашулы дауыстарын естігенде жерге кіріп кеткім келетін. Көз жасымды ішке жұтып, үнсіз кетіп қаламын. Менің не жазығым бар? Неге мен осылардың мазағына қалуым керек деген сұрақ жүрегімді жегідей жеді. Уақыт өте келе мен үйді, өз өмірімді түрме сияқты сезіне бастадым. Қорқыныш пен жалғыздық менің серігім болды. Әпкем үшін мен тек тіршілікке қажет бір көмекші секілдедім. Ал өзімді қыз көңілімді, болашағымды ойлайтын ешкім жоқ. Кешкісін терезеден сыртқа қарап жұлдыздарға сыбырлайтынмын. Қашан бостандыққа шығамын? Қашан бұл түнек бітіп, менің де күнім басталады? Бір күні сатуға келген арақтың біреуі кем шығып жүрді. Әпкем күнде есебін сұрайды, бірақ санын толық шығарып алмай әлек болатынмын. Қайда кетті деген сұрақтың жауабын өзімде таба алмадым. Сөйтсем кейін білдім. Ол арақты ағам ұрлап өзінің жолдастарымен тығылып ішіп жүр екен. Ол кезде мен 10-шы сынып оқитынмын. Ал ағам 11-ші сыныпта. Мектепке бірге барамыз, бірге келеміз. Бірақ ол жасырын істеген ісін маған ешқашан ашқан жоқ. Әпкем болса бар кінәні маған артты. Сен арақтың ақшасын тығып ұрладың. Әлде ыржың еткен саған жылы сөз айтқан еркекке ол арақты тегін ұстата салдың ба деп айқайлады да қолынан не түссе сомен ұра бастады. Жанымды қоярға жер таппай шырылдап жыладым. Бірақ ол тоқтамады. Әр ұрған сайын жанымнан бөлек ар-намысымды, қадірімді таптағандай болды. Сол сәтте ішімдегі бір нәзік шоқ өшіп қалғандай күй кештім. Бұдан әрі өмір сүрмей-ақ қойсам ба деген ой келді. Өзіме қол жұмсағым келді. Өмірімнің мәні жоғалғандай, жарық дүниенің бәрі маған қараңғы түнек болып көрінді. Бірақ дәл сол мезетте жүрегімнің түбінде бір ащы, бірақ мықты сезім оянды. Жоқ, өлмемін. Мен әлі өмір сүремін. Бір күні әпкем менің алдыма бас иіп кешірім сұрайтындай етемін. Мені жылап қорлағанын есіне салып, тізесін бүктіретін күн келеді деп ішімнен. Бұл кек пе, арман ба, әлде намыс па, өзім де ажырата алмадым. Бірақ сол сезім мені тірі қалдырды. Менің көз жасым ба, әлде бетін қақпай өсірген тәрбиеден бе, ағам 18 жасында-ақ араққа салынды. Бұрын жасырын ұрлап ішсе, мектеп бітіргелі бері ашықтан ашық алып жүрді. Ересекпін деп өз шешесіне де қарсы сөйлейтінді шығарды. Әпкемнің жазасы сол болар. Ауылдың еркектерін араққа тойдырып, талай үйдің шаңырағына шаң түсірген. Әйелдердің көз жасын қарғысын алған. Тірнектеп жинаған ақшасын талай рет маскүнем күйеулері ұрлап араққа салды. Біздің үйдегі арақтың бағасы дүкендегі арақтан қымбат еді. Бірақ артынан шырылдап ақшасын сұраған әйелдерге әпкем арақтан түскен ақшаны бермеген еді. Саудама кесіріңді тегізбей жоғалары деп ауылдың қатындарымен жаға жыртысқан күндері де болды. Осы көріністердің бәрін көріп өскен менің жүрегім тас болып кеткендей. Бір жақтан ағамды аяймын, бір жақтан әпкем қарғысқа қалғандай көремін.
Ағамды әпкем сөрелеп жүріп емдеуге жиі қалаға кетіп жүрді. Бақсы балгер жағалап та жүрді. Ол кездері ауылға телефон келіп жатқан, әлі есімде. Көне Nokia 27 телефонды әпкем әкеліп берді. Байланыс жасау үшін. 2011 жыл еді. Мектеп бітірген жыл болды. Мектеп бітіретін күндер жақындаған сайын жүрегімде бір түрлі қуаныш пен қорқыныш аралас жүрді. Қуанышым алдағы өмірге деген үміт, қорқынышым сол өмірдің қандай боларын білмегендігім. Бар қызығым әпкемнен алған ескі Nokia 27 телефон. Қарапайым ғана ақпарат, бірақ мен үшін ол әпкемнің кілті еді. Bluetoothбен мектептегі телефоны бар қыздардан әндер тартып алып тыңдап қиялға берілетінмін. Әпкем көп әуре болған соң ұлын емдету үшін арақ сатуды тоқтатты. Сөйтіп үйде жалғыз өзім қалдым. Бастапқыда ойлағаным, қандай тамаша, енді ешкім ештеңе демейді, өзімнің еркім өзімде. Шынында күнді жалғыздық күшті еді. Үйдің іші тыныш, ешкім айқайламайды, ешкім жұмсамайды, өзімше еркіндіктің дәмін татып жүргендеймін. Бірақ түн мүлдем басқа. Әпкем жоқ екенін біліп алған ауылдың алқаштары арақ іздеп келіп, есікті тарсылдатып қағатын болды. Бір күні қабырғаны солқылдата ұрып, «Ай, арақ бар» деп естідік, «Аш есікті» деп айқай салды. Жүрегім аузыма тығылып, қолым дірілдеп кетті. Терезеден сығалап қарасам, 2-3 қараңдаған бейне тұр. Қорқыныштан тілім байланғандай болды. «Арақ жоқ, сатылмайды» деп айқайлап жібердім. Қолымда телефон бар, участковый шақырамын. Әлгі маскүнемдер бір-біріне қарап күліп алды да, есікті тағы да қатты жұлқылады. Есіктің темір ілмегі сықыр естілген сайын көзімнен жас шығып кетті. Құдайым құтқара көр деп іштей күбірлеп отырмын. Әйтеуір біраздан кейін кетіп қалды. Сол түні көзім ілінген жоқ. Терезеден түскен ай сәулесіне қарап отырып, өмірдің әділетсіздігіне ренжідім. Қыз басыммен үйді күзеткен әскердеймін. Әпкем де өз мұңымен әлек, менің қорқынышымды түсінбейді. Кейде өзімді шын жалғыз сезінемін. Телефон шыр еткенде ғана бойыма жан біткендей болады. Әрбір қоңырауда тағдырымның бір белгісіндей көремін. Біреу хабарласып, сен жалғыз емессің десе ғой, бірақ ешкім айтпайды. Әпкем баяғы әдетінен айырылмай маскүнем ұлын сүйрелеп, бір бақсыдан екінші бақсыға алып жүрді. Үйде тағы да жалғыз қалатынмын. Сол күндердің бірінде менің өмірімді мүлдем өзгертетін бір жағдай болды. Телефон шырылдады. Арғы жағынан бейтаныс ер адамның үні естілді. Даусы сызылып, жас жігіттің қоңыр үні естілді. «Қанат, ассаламағалейкум» деді ол шатасып. Жүрегім бір түрлі дүрсілдеп кетті. Қобалжып сөзімді әрең түзедім. Қанат емеспін. Қателесіп қоңырау шалып тұрған боларсыз. Менің есімім Жарқын деп асығыс телефонды қоя салдым. Бір секунд өтпей жатып, қайта қоңырау соқты. Тағы да көтердім. Сол сәтте оның даусын қайта естідім. Бірінші естігеннен-ақ ұнатып қалған едім. Енді тіпті жүрегім шымырлап кетті. Солай біз бір-бірімізді көрмесек те, күн сайын сөйлесіп бір-бірімізге бауыр басып қалдық. Ол еркекке өлердей ғашық болып қалғанымды кеш түсіндім. Оның әрбір сөзі, әрбір күлкісі жүрегіме жылу беретін. Ол маған бір күні, «Сен менің қара қызымсың. Асан Пердешевтің «Қара қыз» әнін білесің бе? Сол әнді саған арнаймын» деді. Сол сәттен бастап әлгі ән мен үшін ерекше болды. Әр жерден іздеп тауып алып жүрдім. Телефоныма тартып алып, қайта-қайта тыңдай беретін әдет таптым. Әнді тыңдаған сайын оның даусы құлағыма қайта оралып, жүрегіме бір түрлі сағыныш сезімі ұялайтын. Осылайша бейтаныс бір қоңырау менің жалғыздығымды ұмыттырып, өміріме ғажап сезім сыйлады. Бірақ сол ғажап сезімнің арты сұмдық жағдай болатынын білсемші. Білдім, бірақ бәрі ол кезде кеш еді. Мектеп бітіргенше өмірімде көзбе-көз көрмеген әлгі жігітпен сөйлесіп жүрдім. Телефон ар жағында оның әрбір жылы сөзі менің қиялдың тереңіне жеткізіп әкетті. Әрбір хабарламасы, әр қоңырауы жүрегімде елжіретіп, жанымды тәтті армандарға бөлейтін. Ол маған үнемі бір ғана сөзі қайталай беретін. «Ауылыңнан Алматыға қашып келші, өзім күтіп аламын. Біз бірге бақытты боламыз. Сені сүйемін, өлердей ғашықпын». Мен үшін оның айтқаны заң еді. Әрбір сөзін жүрегімнің төріне сақтап, әрбір уәдесіне сендім. Өмірімде алғаш рет ғашық болдым.
Білсем, ол еркек менің бар тағдырымды, бар сырымды біліп алған екен. Мектеп бітірер күндер жақындаған сайын ойым тек қашу туралы болды. Әпкемнен жылап жүріп тойға мектеп бітірер күнге керек деп ақша сұрап алдым. Бірақ алғанымның бәрін емес, үстінен біразын жасырып алып қалдым. Ішімде жалғыз ғана арманым бар еді. Әпкем жоқта сол ақшамен Алматыға қашып кету. Жүрегім дүрсілдеп, үміт пен қорқыныштың арасында қалдым. Алдымда белгісіз өмір. Бірақ мен үшін ол жігіттің айтқан тәтті уәделерінен қымбат ештеңе жоқ сияқты көрінді. Көп ұзамай мектепті бітіріп, жүрегімдегі бар арманыммен Алматыға қашып кеттім. Телефон ар жағында күнде тәтті сөз айтып, жүрегімді тербеткен ғашығым сол күні күтіп алмақ болды. Мәжелі жерге жеткенде, уәде еткендей ол да келіпті. Бірақ қасында менімен жасты бір туыс інісін ертіп алған екен. Өзінің орнына сол жігітті алға шығарып, мені алдап көлікке отырғызды. Ескі Жугли бізді күтіп тұр. Алғашында ештеңеден күдіктенбедім, бірақ рөлде отырған жігіттің даусы мен естіген жігіттен басқаша еді. Іштей бәлкім ауырып қалған шығар, сондықтан дұрыс сөйлей алмай тұрған болар деп ойладым. Көлік қала ішінен шығып, шеткері аймаққа қарай бағыт алғанда, рөлдегі үлкен еркек шапкасын көтеріп маған тіке қарады. Беті бұжыр-бұжыр, көзі суық, жүзінде жылылықтың ізі де жоқ. Мені таныдың ба, деді ол салқын үнмен. Сол сәтте оның даусын бірден таныдым. Иә, бұл менің талай айлар бойы ғашық болып тәтті сөздеріне сеніп келген сол дауыс. Бірақ көз алдымда тұрғаны мүлде басқа, ұсқынсыз, жасынан асып кеткен бөтен қорқыныштылау біреу. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Өне бойымды мұздай бір сезім қарып өтті. Қалайша мен ғаламтордағы телефон ар жағындағы арманға айналған дауыстың иесіне өлердей ғашық болдым. Қалайша қиялымда жарқыраған бейнені осындай ұсқынсыз еркектің кейпіне елестете алмадым. Мені вокзалға қайта апар, мен сенімен болғым келмейді, ұнатпадым деп бар ашумен айқайлап жібердім. Ол да ашуланып кеткен болу керек. Көлігін жол жағасына шығарып, адам көрмейтін шөптердің қасына тоқтады. Мені сол кезде әлгі інісінің көзінше шешіндіріп зорлап тастады. Ал енді кімге керексің? Енді сені ешкім де алмайды деп айқайлады. Сосын әлгі інісіне, давай, сен де дәмін татып қал. Оның намысы бар екен. Аға, қызды апарып тастайық деп жаны ашып тұр. Әлгі бұжырбет, жоқ, әлі де пайдаланамын деп інісінің сөзін тыңдамады. Мен болсам жылап жатырмын. Сүйреп қайта көлікке салды. Ұзақ жүрген сияқтымыз. Шағын аудан ба, ауыл ма белгісіз бір жерге тоқтап, бұжырбет темекі алуға шығып кетті. Сол кезде әлгі жас бала маған ақша беріп, тез қашып кет. Полиция бөлімшеге жетсең, сені өзі ауылға қайтарады. Ағам түрмеден шыққан жынды. Оның сөзіне, оның көзіне көрінбе деп мені қашырып жіберді. Содан алды артыма қарамай қаштым. Көрінген адамдардан полиция бөлімшесін сұрап, оған да жеттім. Барлық мән жайды баяндап, 2 күннің ішінде өз ауылыма жеттім. Әпкемнен оңбай таяқ жеп, сыбағамды алдым. Зорланғанымды білген әпкем, сен де шешең сияқты босағада отырып, өзің сияқты тексіз бала туғалы отырсың. Сенің көзіңді құртамын деп, өзімнен бірнеше жас үлкен әйелі жоқ еркекке беріп жіберді. Үнсіз ол еркектің әйелі болдым. Өзім сүймесем де, әпкем тауып берген еркектің әйелі болып өмір сүрдім. Басында жүрегім қабылдамады, бірақ ол адам мені сыйлады. Ешқашан ауыр сөз айтпады, бетіме келмеді. 11 жыл осылайша өте шықты. Осы уақыт ішінде 2 ұлды болдым. Тұңғышым дәл әлгі бұжырбетке ұқсап туған, түріне дейін сойып қаптап қойғандай. Ал екінші ұлым өзім күйеуімне еді. Біз тату-тәтті ғұмыр кештік. Ол еңбекқор болатын. Бар жиған терген малын сатып, есік алдымнан маған шағын дүкен ашып берді. Өзі таксист болып, ескі көлігімен ауыл мен қалаға қатынап жүрді. Бір күні сол жолда апатқа ұшырап өмірден өтті. Қимай жыладым. Өмірде сүйенішім, жалғыз қорғаным, бар тірегім сол еді. Одан да айырылдым. Содан бері 2 ұлыммен жесір атанып, тіршілігімді жалғастырып келемін. Мені де бағып өсірген әпкем баяғыда тозып кеткен. Оның ұлы бұрынғыша өз үйінде арақ ішіп, жын-жыпырды жиып, берекені қашыра берді. Соңғы кезде әпкем анда-санда үйіме келіп жүрді. Бір келгенде